Я хочу пока свет есть. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео шықпады. Бір отбасылық жаңа себептермен. Бүгін 23 қазан, 25 жыл. Қазір мен сіздерге мына Қораны көрсетейін. Мынау іргелердің бәрін болдық уже. Жүріп көрсетейін. Қораны алдың жағы. Енді мына қораны көрсетейін. Шет жағасын. Burada міне бүкіл жерге терезе қойылды. Бүкіл жерге қалды. Пока оған терезе жоқ, кейін қоямыз. Міне мынау қораның ішкі жағы. Мына жақ міне өгіл арқа мен көрсеткенмін, уже айтқам сіздерге. Мына үстің жағын ойлағанбыз. Кіріспен қалаймыз ба деп. Бірақ апаловка қойып, солай раствормен құя салдық. Солай тез болды. Міне мына жақ өгіл арка. Мынау ірге бәрі дайын. Ана терезені кішкене сәл үлкейттік. Кішкене биіктеттік. Міне осында ірге болды. Мынау өгіл арка. Мына енді екінші бөлме, үлкен бөлме. Мінекей қораның. Ана жақ терезені әрке үлкейттік. Мына бір терезені міне тоже үлкейттік. Осылай іргелерді құйдық. Мына жерге міне мына жерде есік болады. Мынау терезе, стеклопакет. Жаңағы двойной. Жаңағы корып жасап, стеклопакет салып жүрдік. Мынау жаңағы вентиляция ретінде осындай терезе. Терезе қойылмайды, осылай ашық болады. Мына енді мына жақ. Мына жерге тоже міне нелер дайын. Есіктің косяктары. Скоро есік қоямыз. Мына осылай құйылды. Мына жерге терезе қойылды. Мына жерде двойной терезе негізі. Сыртқы бар, ішкі пока жоқ. Оны кейін қоямыз. Осылай құйылды. Мына қораның ішкі жағы, екінші қораның ішкі жағы. Мына жерге міне мұндай не қойдық, форточка. Мінеке ашылып жабылады. Өткен жолы көршім кеп маған айтып жатыр. Көрші Женя мына жерде. Ереке, ты что тут? Дом строишь дейді маған. Енді ойлаймын, салғаннан кейін дұрыстап салу керек деп. Жаңағы қора болсын, үй болсын, жаңағы гараж болсын, дұрыстап әдемілеп салу керек деп. Так, мынау мінекей қораның екінші жағы. Мінекей уже тақтай келінді. Астында профлис жатыр. Бүгін ертең амандық болса уже бастаймыз. Қазір балалар каникулға шығады. Ана кенже ұлдарым 9 оқиды. Солар келеді. Үлкен ұлым келеді. Қызым да көмектеседі. Әйелім де бәрі, короче.
көмектеседі. Мынау төбені жаңағы не жабу керек. Осы бір аптаның ішінде. Вот. Так, мына қораның ішкі жағын көрсетейін. Мінекей мына жаққа тоже терезе салынды. Мына жердегі терезені міне сәл кішірейттік. Вот. Мына жерге тоже мінекей мындай окошкалар салдық. Вот. Бұған тоже ешқандай терезе салынбайды. Осындай вентиляция ретінде ашық болады. Вот. Мына жерде тоже жаңағы стеклопакет. Бұл вообще тройной мынау. Вот, соны тоже анау ағаштан, жаңағы брустан қорып жасап, жаңағы терезе ретінде салып жібердік. Жаңағы жарық болсын деп. Мына рельстарды қойдық мінекей. Мына жақта екі рельс, мінекей екі рельс болады. Мына жақта мінекей үстінде бір рельс мінекей. Мына жақ осылай құйылды. Мына жерді міне тоже құйып тастадық іргені. Мына жерде қиқы-жиқы ана пеноблоктар болатын. Соны опалубқа қойдық та құйып тастадық. Мына жер полка ретінде болады. Андай-мындай қоюға. Мінекей осылай құйылды. Мына жерде кішігірім терезе болады. Ар жағынан, бер жағынан екі терезе. Мына жерге есік қойылды мінекей. Есік жаңағы әдейі кең қып жасадық. Ана шөп салғанда неткенде ыңғайлы болсын деп. Мына жерге тоже стеклопакет салдық. Вот. Тоже аны қорып жасап. Вот. Соны қойып жібердік. Мінекей қораны. Мінекей мына жерді құйып жібердік. Мына жерде қиқы-жиқы болатын. Тоже опалубқа қойдық та. Құйып тастадық, бұз оғып. Жаңа полка ретінде болады. Мына жерге кейін есік қойылады. Вот, осындай жоспар. Енді амандық болса, күн жақсы болса, күн ашық болса, осы бір аптада жарты қораны полностью бітіреміз. Мінекей бұлай үстіне бұлай лагалар кетеді. Вот. Лаганың астынан жаңағы тақтай қағылады. Тақтайдың үстінен тағы да тақтай қағылады. Вот. Сондай жоспар. Тақтайдың үстінен жаңағы не кетеді? OSB кетеді. OSB-дің үстінен жаңағы рубероид кетеді. Рубероидтың үстінен жаңағы профлист кетеді. Мінекей профлист жаңағы мына брустың астында жатыр. Сіздерге көне ме, көрмей ме? Вот. Сондай жоспар. Вот, амандық болса, осы қораны жауап керек. Осындай кішігірім видео. Мына жерде мінекей есік алдын жинақ қойдық. Мындай мінекей бүрін әкелдік. 20 штук. Вот. Оны мінжеде жатыр. Оны ана ішінде жатыр. 10 штук ішінде жатыр. Оны кейін ана қоршауға қораның артын қоршаймыз. Осындай жоспар. Мына жерде балас жатыр мінекей. Міне біздің қара шаңырақ біздің. Сол осындай видео көрсетейін деп сіздерге мінекей қора, екі қора мінекей алыстан осындай көрініс. Мына қораның арт жағы, міне тоже
көрсетіп жейін деп сіздерге. Мінекей мына жерге есік қойылды. Вот. Мына жерге екінші есік қоямыз. Вот, бүгін амандық болса. Вот. Мына жерге міне кішігірім жаңағы не болады? Үстіне жаңағы навес болады, открытый, ашық. Вот. Бұлай қоршаймыз. Вот. Кейін мына жаққа былай где-то бір 5-6 метр іргеден где-то осылай жаңағы сенавалы болады. Вот. Кейін мына жағында қоршаймыз. Вот, кейін амандық болса көресіздер бәрін. Вот, осындай жоспар. Жақсы, аман, сау болыңыздар.